Кайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге творог шабдалдың салмасы бар өте дәмді пирог жасап көрсетемін. Жасау жолы да оңай, әрі дәмді. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: май, жұмыртқа, шекер, қаймақ, разрыхтелу керек. Үш жұмыртқаны жарып сабалдым бірінші. Шекер салдым 100 грамм. 3 ас қасық қаймақ салдым. Енді майым салам. Май менде 300 грамм. Май бөлме температурасында болса болады, өйткені біз оны тестасын қолмен илейтін боламыз. Разрыхтелді қостым. Бір пакетик қостым, ол жерде 5 грамм. Енді жайлап алдын ала електен өткізілген ұнды саламыз. Ұнды бірден салып жүрмеу керек. Көз мөлшермен жайлап салып отыру керек, өйткені тестамыз қатты болып қалмау керек. Неғұрлым жұмсақ болатын болса, кейін пирогымыз өте жұмсақ болып шығады. Ал егер теста қатты болып қалатын болса, кейін ішіндегі салма творог болғандықтан жұмсақ болып тұрады да, сырты коржкасы қатты болып тұрады. Сондықтан да неғұрлым ұнды абайлап көз мөлшермен салып отырып, қамырдың жұмсақтығы мен осы видеода көрсеткендей болу керек. Қазір көрсетем. Жұмсақтығы мынандай болу керек. Сонда әдемі пирог шығады. Азғантай бөлігін алып қоям, өйткені оны пирогтың бетіне саламыз кейін. Қазір екінші жарты бөлігін үстіп табамызға жаямыз. Қолдың көмегімен. Шетінен бортиктер шығарамыз, өйткені ішіне бірінші шабдалын салам. Міне бортиктерін шығардық. Қазір ішіне салатын салманы дайындап алам. Менде шабдалының вареньесі, оның қоюына балдым. Одан кейін творогқа шекер салдым. Творог менде бұл жерде 600 грамм. 600 граммға 100 грамм шекер, 2 жұмыртқа салдым. Енді осының бәрін блендердің көмегімен айналдыратын боламыз, езгілеп. Біркелкі масса болу керек. Егерде творогтарыңыз майда болса, блендердің керегі жоқ, қасықпен айналдырса да болады. Менікі ірі болғаннан кейін өстіп айналдырып біркелкі массаға келтіріп алдым. Енді 3 ас қасық кукурузный крахмал қосам ішіне. Оны жақсылап араластырып, бірінші шабдал вареньесін қою осындай түйірлерін алдым да, енді соны бірінші қабатқа жайғастырып, екінші дайын болған творогымызды үстінен құямыз. Сіздерде қандай варенье болса, алма болса да болады, өрік болса да болады. Бірақ сұйығын бөліп алу керек, тек қоюын ғана салу керек. Болмаса свежий күйінше де салуға болады кесіп. Осылай бетін жауып, тегістеп творогымызбен енді қалған қамырымызды жаямыз да, осындай жіңішке бөліп, сызып бөліп аламыз. Бұны бетін әрлейтін боламыз пирогымыздың. Бетіне осылай қоямыз. Арағаштың осындай ретінде. Қалған осындай көлденең қоямыз.
беті осылай көрінетін болды пирогымыздың. Енді осының бетінде тесталарына, творогына тимейміз, бір тесталарына жұмыртқаның сарысын өстіп жағып шығатын боламыз. Міне барлығына жағып шықтым. 180 градуста 45-50 минутта пісіп шығады. Міне пирогымыз осындай болып тұр. Иісі деген керемет. Бетіне шамалы сахарный пудра себем. Сеппесе де болады. Сеппей былай қойса да өзі де әдемі көрінеді. Бұл пирогтың әсіресе ішіндегі салмасы өте әдемі болады. Қазір кесіп көрсетем. Қазір табасынан алдым. Шетінен сыртынан қарағанда мынандай болады. Барлық жер біркелкі әдемі піскен. Достар, жасап көріңіздер, өте дәмді пирог, әрі тез жасалатын, қолжетімді. Пирогымызды қазір кесеміз. Міне кесіп көрсеттім. Өте іші әдемі, әрі дәмді. Әсіресе балдарға қатты ұнайтын пирог. Достар, менің каналымда бұдан да басқа пирогтардың, выпечкалардың рецептері бар. Егер де сол рецептер сіздерге ұнап жатса, қарап, тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Тағы да қандай пирогтың түрлерін көргілеріңіз келеді, оны да жаза кетіңіздер. Міне бізде осындай керемет пирог дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Әрқашанда үйлеріңізде шайларыңызды тәтті үзілмесін. Осындай тәттілерді өздеріңіз өз қолдарыңыздан осылай пісіріп шайға ішсеңіздер болады.